80% біз чиновниктер. Налог, акимат, милиция, больница, мұғалім. Бәрі чиновниктер. Мұғалім. Бәрі мемлекеттер ғой енді. Акиматта ғана чиновник емес. Мұғалім де сондай жұмыста жұмыс. Мемлекеттік жұмыс істеп, сен содан айлық алатын адамның бәрі мемлекеттік жұмыс істейді. Ең бірінші санақтың көзін құртатын кімдер? Ең бірінші депутатты сайлағанға жүгіретін кімдер? Сайлау кезінде. Сайлау кезінде емес, басқа кезінде. Ең бірінші біздің анау Астанадан салынған домалақтың аты не? Экспоға 5000 теңгесі төлеп толтырып тастаған. Кімдер? Сенің балаңа сабақ беретін ұстаздар. Иә. О бейшара барғысы келмейді емес, ол барғызады оған. Балық басынан жүреді. Кім? Директор апарады. Директор кім айғайлайды? Район айғайлайды. Районын кім айырады? Обланыз. Иә. Сондықтан да соның бәрі орны. Талдықорғанда енді районының бас бухгалтері миллиард теңгені мәштесіне сидіре алмай әкеліп бара жатқаннан кейін не қайыр не сұрайсың? Сол сияқты. Сондықтан да жемқорлар жөнінде мен айтқаным бар. Мен егер де мына бала мынандай жепті, мына жерде мынаны жеп қойыпты деген фактированный айтатын болса, мысалы үшін миллиардты осындай жепті, мысалы үшін Алмат Сахат деген осы жердегі әкім отырған жеген екен деген сондай фактор бізде көп қазір. Бізде через день енді антикордың бастығы сотталып кетеді ғой бізде. Ойлайшы? Коррупциямен күресетін адам өзі сотталып кетеді. Біздің өзі негізі мемлекет өзі андай миға сыймайтын нонсенс мемлекетпіз ғой біз. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің басшылығы сотталады сатқындық жасаған үшін мемлекетке. Мен неге дейсің ғой? Өйткені біз негізі қазір жарыссақ дүние жүзінде мемлекеттен ұрлаудан бірінші орын алайық. Өйткені біз 30 жыл үйрендік қой, ойлашы. Сен жақсы доктор болу үшін сен 12 жыл оқуың керек. А біз 30 жыл үйрендік қой ұрлауға. Финансыны бітіре ме балаң? Налогқа тығамыз. Оның зарплатасы аз. Неге? Ұрлайды. Юридически бітіре ме қайда тығамыз емес? ГАИ-ге тығамыз, прокуратураға тығамыз. Олардың да зарплаттары аз. Неге? Ұрлайды. Біз балаларымызды мектепті бітіргенде соған тықтық қой біз апарып. Сен балаң бітіргенде, сен балаңда бар, инженер бол, немесе жаңағы электрик бол, немесе зоотехник бол дегенді біз ешкім апармайды.